Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен керемет дәмі жағынан ерекше Орео пирогының рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге жасап көріңіздер. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Қантты ұнтақты салып, екеуін бірге жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқаны салып және миксерлейміз. Қопсытқышты саламыз. Кукурузный крахмалды, какаоны қосамыз. Және де електен өткізілген ұнды қосып, бір келкі қамыр болғанша қолымызбен жақсылап илейміз. Шоколадты какаолы қамыр дайындаймыз. Қамырымызды жақсылап біріктіреміз. Дайын болған қамырымызды үлкен және бір кіші бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігін мұздатқышқа жібереміз. Салмасын дайындаймыз. Бізге творог, қант, қаймақ, жұмыртқа және Орео печеньесі қажет болады. Творогымызға қаймақты саламыз, қантты салып, жұмыртқаны салып, блендермен жақсылап бір келкі масса болғанша блендермен езіп аламыз. Біздің сүзбелі массамыз дайын. Орео печеньесін езіп, майдалап ұсақтап, творогты массамызға қосып, жақсылап араластырып жібереміз. Формамызды дайындаймыз. Сары май жағып, аздап, жан жағына жағып аламыз. Үлкен бөлікті қамырымызды алып, қолымызбен осылай жайып шығамыз. Бортигін шығарамыз. Қамырмен жұмыс жасаған өте ыңғайлы. Жақсылап творогты массамызды саламыз. Бетін тегістеп шығамыз жақсылап. Мұздатқышта тұрған қамырымызды алып, үккіштен осылай бетіне өткізіп шығамыз. Қызып тұрған пеште жарты сағат көлемінде, 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.